Ұлыбритания Еуропаның солтүстік батысында орналасқан мемлекет. Астанасы Лондон. Халық саны 67 миллион. Ұлыбритания Англия, Уэльс, Шотландия, Солтүстік Ирландия секілді 4 мемлекетті қамтитын аралдық мемлекет. Ұлыбритания тұрғындарының 70%-дан астамы ағылшын тілінде сөйлейді. Аралда сөйлейтін басқа тілдер валлий тілі, шотландық гал және англо-шотландық, ирланд және ольстер-шотландық тілдер. Лондон метро пайда болған алғашқы қала. Лондонда тұратын адамдардың 25%-і Ұлыбританияда туылмаған. Стоунхендж Солсбери жазығындағы тас құрылыстар кешені біздің дәуірімізге дейін 3000 жылы салынған. Биг Бен шын мәнінде сағат емес. Вестминстер сарайының мұнарасының ішіндегі ең үлкен қоңырау. Лондонды римдіктер 43 жылы Ұлыбританияға басып кіргеннен кейін құрылған. Содан кейін қала Лондониум деп аталды. Ұлыбританияның валютасы фунт стерлинг. Ұлыбритания кәсіп ашу және жүргізу бойынша әлемдегі жетекші елдердің бірі болып табылады. Бір 1832 жылға дейін Англияда бар болғаны 2 университет болды. Олар Оксфорд және Кембридж. Гольф Шотландияның ұлттық ойыны. Ол туралы алғашқы ескерту 1457 жылы болған. Джоан Роулинг Harry Potter кітаптарының авторы. Әлемдегі алғашқы миллиарды жазушы. Сериядағы кітаптар Англияда және бүкіл әлемде 400 миллион данамен сатылды. Кітаптар 55 тілде, соның ішінде ежелгі грек және латын тілдерінде жарық көрді. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.